Атырау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде жаңа басшы Құралай Ахмадиеваны ұжымға Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымындағы басқарма төрайымының орынбасары Светлана Испусинова таныстырды. Құралай Ахмадиева Шығыс Қазақстан облысының Сәрсен Аманжолов атындағы мемлекеттік университетін үздік бітірген. Білім беру саласында 17 жылдан астам тәжірибесі бар. Тарих ғылымдарының магистрі, мұғалім эксперт. Нұрсұлтан қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде оқу орнының даму жөніндегі директорының орынбасары қызметінде болған. Ал бұған дейін мұнайлы өңірдегі зияткерлік мектепті басқарған Айдарбек Айтбекешев Орал қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің директоры болып тағайындалды. Айдарбек Айтбекешевтің басшылығымен Атырау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебі зор жетістіктерге жетті. Оқушылардың халықаралық IELTS емтиханының көрсеткіштері 5,2 пайдан 6,6 пайға өсті. Мектеп қоржынында 13 алтын, 16 күміс және 21 қола медальдар бар. Назарбаев интеллектуальной школе города Атырау новый директор. Куралай Ахмадиеву коллективу представила заместитель председателя правления автономной организации образования Назарбаев интеллектуальной школы Светлана Испусинова. Куралай Ахмадиева закончила с отличием Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена Аманжолова. Работает в сфере образования более 17 лет. Имеет степень магистра исторических наук, учитель-эксперт. До назначения Куралай Ахмадиева работала заместителем директора по развитию Назарбаев интеллектуальной школы города Нур-Султан. А ранее занимавший должность директора НИШ города Атырау Айдарбек Тулепович Айтбекешев назначен директором Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления города Уральск. Под руководством Айтбекешева достигнуты высокие результаты в академической и внеурочной деятельности. Изменилась динамика результатов международного экзамена IELTS от 5,2 до 6,6 баллов. В копилке школы 13 золотых, 16 серебряных, 21 бронзовая медали.